Ұлы Жібек жолының бойындағы ежелгі шаһар. Орта ғасырларда Алтын Орданың ірі саяси, сауда және рухани орталығы болған Сарайшық қаласы. Көшпенділер өркениетімен отырықшы мәдениетті тоғыстырған бұл қала жайық жағасында қоныс теуіп, Азия мен Еуропа арасындағы дәнекерге айналды. Мұнда қолөнершілер мен ұсталар темір балқытып, түрлі салаға қажет бұйымдар жасады. Тарихи қала халқының осындай адал еңбегі мен маңдай терінің арқасында Сарайшық сол дәуірдің ең дамыған шаһарына айналды. Уақыт өз өрнегін салып, ғасырлар ауысты. Тарих тозаңын артқа тастаған бұл мекен бүгінде басқа бір жолдың бойында тұр. Сол көне керуен жолының жалғасы бүгінгі Атырау. Атырау Қазақстан экономикасының жүрегі. Өңірдің жалпы мемлекеттің ішкі өніміне қосатын үлесі республикалық көрсеткіш бойынша алдыңғы қатарда. Мұнай мен газдың күре тамыры да осы өңірден бастаулады. Қара алтын өндірісінің 60%-ы 20 ғасырдың басынан бері стратегиялық маңызын жоғалтпаған осы мұнайлы астанаға тиесілі. Алайда бүгінгі әңгіме мұнай туралы емес, көлік логистикалық әлеуетін тиімді пайдаланып, оны одан әрі дамытып жатқан жаңа Атырау жөнінде. Өйткені географиялық орналасуы бұл өңірді Каспий маңы аймағының транзиттік хабына айналдырды. Осы жолда тұрақты әрі жемісті еңбек етіп келе жатқан бір компания бар. Мұнайлы өңірде логистикамен айналысуды тек сол компаниясы 30 жыл бұрын бастап кеткен. Работа всегда была вокруг транспортного процесса. Железнодорожные перевозки, перевозки нефтепродуктов. Первый контракт с Standish Royal нам удалось подписать в 1995 году. Это был большой контракт по перевозке сырой нефти, когда только развивалось месторождение. По сути дела, такое было становление компании. Чуть позже мы начали приобретать собственные вагоны, цистерны. Перевозки в крытых вагонах начались с полувагонов. Где-то с начала 2000-х годов мы уже были существенной транспортной компанией здесь, в регионе. Где-то в районе 2019 года мы сделали крупные приобретения инфраструктуры, которая была в тяжелом состоянии. Крупнейшее вагоноремонтное депо в Казахстане. Жұмысын сонау 1939 жылы бастаған Ақжайық 7 вагон жөндеу депосы тек өңірде ғана емес, жалпы еліміздегі ең көне әрі ең ауқымды нысандардың бірі. Жылына 9000 пойыз вагонын жөндеудің барлық түрінен өткізуге қауқарлы. Мекеме көбіне мұнай-газ тасымалдайтын вагондарды жөндеумен айналысады. Жұмабек Нұрмұханов осы вагон жөндеу депосында тепловоз машинисі ретінде еңбек етіп келеді. Оның бұл салада жүргеніне 20 жылдан асқан. Теміржол енді біздер составительмен қоса жұмыс жасаймыз да, олар керек вагондар бізге тасыма береді. Біздер сол вагондарды көп вагон корпустар бар, соның арасынан шығарып әкетіп береміз ремонтқа. Енді таңертең 8-ден кешкі 8-ге дейін жұмысымыз, цех енді 9-дан 9-ға дейін жасайды. Біздер енді 1 сағат бұрын жасаймыз, оларға дайырлап қоямыз вагондарды. Сосын олар келгенде 9-да дайын болып тұру керек қой. Тәртіпке бағыну керек. Теміржол әскер саласы сияқты ғой. Теміржолда тек қай уақытта болмасын, сен шақыра беру мүмкін. Соған сен дайын тұру керек қой. Оят жүргенде дайын тек киімің неңді алып, холодильникте тамағың бар, соның аласында дежурный машина кетіп тұрады, соған күтіп тұрады. Ол күндіз болмайды ғой енді, күндіз өзің барасың. Түнде дежурный машиналар келеді, соған жұмыстан шыққанда бір 3 ай жатып көрмеп. Еңбексіз адам болмайды ғой. Еңбек адамды мақсаты еңбек болса, жетістіктерге жетесің ғой. Еңбек адамына
жағдай жасау ол басты міндетіміз. Президентіміз осыны баса айтты және 2025 жылды жұмысшылар мамандық жылы деп айқындап берген болатын. Бұл жерде айта кету керек, бірінші кезекте біз осы жұмысшылардың құқықтарын қорғау, оларға жағдай жасауға көңіл бөлуіміз керек. Жұмысшылардың құқықтарында ең басты менің ойымша назар бөлінетіні бұл өзінің еңбегіне сай жалақы алу. Сондықтан да бұл жалақыны біз қамтамасыз етуіміз керек. Атырау өңірі осы Қазақстан ішінде алғашқы орындарда осы орташа жалақы бойынша, статистика бойынша орын алатын өңірдің бірі. Сондықтан бізде орташа жалақымыз жоғары, еңбектеріне сай жалақы алу процесін біз үнемі қадағалап отырамыз. Атырау облысында пойыз вагондарының барлық түріне арналған дөңгелек жүктары құрастырылатын алғашқы нысан. Еңбек жолымды осы жерден бастағанмын. Слесарь болып, демонтаж, монтаж жасап, және де шебер қызметін атқардым. Одан кейін бөлім бастығы, цехтың басшысына дейін көтерілдім. Бұл саланы таңдауыма маған себепкер болған, жалпы әкем осы темір жол саласына жұмыс істейді. Сол кішкентай кезімнен қызып қарайтын темір жолға, вагондардың жүргеніне, доңғалақ жүктерінің жұмыс істеуіне қарап қызығатын. Сол әкемнің енді артын ізін қуайын деп осы мамандықты таңдадым. Пойыз вагондарының дөңгелегі сапасына байланысты ұзақ жыл қызмет ете береді. Мұнда 1990 жылы және 2010 жылы жасалған дөңгелектерді де көре аласыз. Ерсұлтан секілді мамандар осы жауапты жұмысты бастан аяқ бақылайды. Біздің өндірісіміз толықтай автоматтандырылған конвейер жүйесі бойынша жасалынады. Әр операцияның өзінің белгіленген уақыттары бар. Егер де бір колесный краны ремонттауға бізде цикл бойынша жүреді ғой. Бір циклды 5 сағатта өтеді. Және де 5 сағаттың ішінде бізде артынан тағы да 15 колесный пара келу мүмкін. Жалпы өндірістің қуаттылығы бізде күніне 28 доңғалақ жұбын жасауға есептелген. Ол деген сөз 7 вагонды ремонттап, 7 вагонды біз қайтадан магистральдық желіге қоса аламыз дегенді білдіреді. Байланысқа күшті бізде онда династия емес, темір жол саласында әкем ғана жұмыс жасаған, одан кейінгі мен. Қазір енді осы салада әкемнен де үлкен деңгейге жетсем деген мақсат қоям өзіме. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтпақшы, осы жылды жұмысшылар мамандығына арнаған, және де ол бізге сезіледі. Әрбір көрсетіліп жатқан көмектер, және де бөлініп жатқан көңіл, әрбір жұмысшының көңіл күйіне және де алға қарай ұмтылуына өзінің септігін тигізуде. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев инновацияларды дамыту мен адам капиталының деңгейін арттыру туралы үнемі айтады. Тиісінше бұл шетелдік инвесторларды тартуға, серіктестік орнатуға сеп болмақ. Ал Тексол компаниясының инженерлері жасап шыққан мұнай резервуарларын тазалайтын робот 100% Қазақстанның инновациялық өнімі. Бұл роботқа әлем елдерінің назары ауған. Бұл қондырғы мұнайдың резервуарларын, солардың ішін тазалауға, мысалға ағымдық жөндеу болады ғой мұнайдың резервуарлары. Сол кезде алдын тазалау керек. Ішіндегі қалған мұнай қалдығын, газ қалдығын бәрін тазалау керек. Соны тазалау үшін адамның көмегінсіз ішіне кірмей роботпен тазалайды қазіргі таңда. Мысалы, осымен жасалған өзіміздің мекемеміздің құрастырылған, ойластырылған роботымен тазалауға көшіп жатыр. Біздің мекеменің өзінің ұстанымы адам өмірі бірінші. Адамның денсаулығы, адамның өмірі керек. Сол себептен осы роботтың да мана туындаған себебі айттым ғой, сол бір жағынан. Қанша жерден оны тазалап, дегазация жасап, резервуарларды үргенменен де, бірақ қауіптің аты қауіп. Қауіп болады. Оны всегда сақтану керек әр кезде. Сол себептен осындай роботпен кіріп тазаланған тиімдірек. Атырау өңірі енді Қазақстанның экономикалық локомотиві немесе басты индустриалды аймақ деп айтуға болады. Негізгі салынып жатқан инвестицияның
көп бөлігі осы Атырау өңірінде деді бар. Көптеген елмен қарым-қатынасымыз бар. Қытай мемлекетіменен және көршілес Ресей Федерациясының Татарстан өлкесіменен, себебі бұлар да көптеген мұнай химия саласына немесе машина жасау саласында көптеген ірі жақсы жобалар бар. Сондықтан біз солармен бірлесе отырып, сол инвесторлар тарта отырып, осы Атырау өлкесінде арнайы индустриялық аймақ құрып, сол аймаққа жаңағы кәсіпорындар арқылы бірлескен жаңағы жобаларды іске асырудамыз. Осы салада жұмыс жасап жатқаныма 7 жылдан асты. Осы компанияда 1 жыл болды жұмыс жасап жатқаныма. Жұмысым өзіме ұнайды. Аллаға шүкір. Таңдаған себебім марқұм Аким Тиверсін Айдарәлиев Тілекқабыл Шаматұлы өмір бақи сварщик болып жұмыс жасаған. Аким қайтқаннан кейін өзім ішімде бір мақсат, әке жолым қуам деген бір дух болды, сенім. Сол ішкі дүниемді, ішкі үнімді естіп, мен қазір сварка жұмысының мамандығын таңдап, оқыдым. Қазір таңда жұмыс жасап жатырмын. Қазіргі таңда ел ішінде әке жолын қуған қыз деген атағым бар. Бірінші дәрежелі дәнекерлеуші Мейрамгүл Айдарәлиева еңбек етіп жатқан Атырау вагон жасау зауыты әр түрлі жүктерді тасымалдауға арналған вагон өндірісімен айналысады. Зауыт 2026 жылға қарай жылына 6-7 мың вагон жасап шығаруды жоспарлап отыр. Бұл салада, именно дәнекерлеу саласында, сваркаде, Қазақстан бойынша тек қана 2 әйел адам. Біреуі мен, біреуі тағы бір жерде, ол Қызылордада тұрады. Әр маман иесі өзінің сүйіп таңдаған мамандығы болса, сол жұмысқа беріліп жасайды. Және келер ұрпаққа артынан өсіп жатқан жаңадан кірген мамандарға көмектеседі. Менің де осы зауытта үлкен бір мақсатым жаңадан өсіп жатқан, жаңа бітіріп жатқан дәнекерлеуші мамандарды өсіру, өндіру, үйрету. Я очень хотел бы, чтобы молодежь, чтобы наши будущее поколение, они гордились тем, что они люди труда. Да, мы делаем максимум для того, чтобы у них были хорошие зарплаты, хорошие условия труда. И главное, наверное, это то, чтобы они могли гордиться тем, что они сделали именно своим трудом. Вот эти вагоны, которые из простого неодухотворенного металла становятся действительно тем, что может приносить пользу людям, зарабатывать деньги, обеспечивать будущее, транспортное будущее нашей страны. Кәсіпорынның қарыштап дамуы сапалы кадрға келіп тіреледі. Осыны ойлаған компания басшылығы өздеріне қажет кадрларды дайындау мақсатында жергілікті білім ордаларымен келісім жасап жатыр. Ал болашақтың еншісінде өндіріске қажет маман даярлайтын өз білім мекемесін ашу жоспары тұр. В планах у нас заключить договора с рядом колледжей, которые откроют специально факультеты и отделения по нашей специальности, потому что, к сожалению, столкнулись с такой проблемой. Те специальности, которые нам нужны, их нету. Их нету в учебном процессе, и этих специалистов нет. Допустим, сварщиков, да, переизбыток сварщиков, можно решить проблему, но других наладчиков, станков, оборудования, вы сами понимаете, это такие специальности. Поэтому на первом этапе мы будем заключать с колледжами договора, чтобы там открывались нужные нам отделения, но в будущем планирование открытия своего учебного заведения. Атырау облысы Жылой ауданындағы Репгаз жөндеу сынақ пункті теміржол цистерна вагондарының қазандықтарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге маманданған кәсіпорын. Осы салада жұмыс жасап жатқаныма 2009-да кірдім, февраль айында. Содан келеді, енді қазір 16 жыл болды ғой. 16 жыл болды дұрыс. 16 жылдан бері осы жұмыс жасап жатырмын. Сұйытылған газ құятын цистерна вагондардың жағдайын бақылап, қысымын реттеп, межелі жерге жеткізіп отыру үлкен жауапкершілікті талап етеді. Тұрлан секілді мамандардың жұмысын бұл күндері цифрлық технологиялар айтарлықтай жеңілдетіп отыр. Бұның мынандай жоқ еді. Кәдімгі планшетпен жұмыс жасаймыз қазіргі кезде. Техниканың заманы. Мынандай бұрын жоқ болды. Кәдімгі техника мынандай көрсетеміз. Мынандай ашқанда мына вагонның бәрі көрсетіліп тұрады. Мына жерде. Осы жерде. Мына вагонның бәрі көрсетіліп тұр. Қазір осы вагонымды қараймыз. Мына вагонның мысалы нөмірі неше, сол вагонды тауып аламын. Бұрынғыдай баяғыда қағазбен немен жүру жоқ. Газ мысалы біздің Қазақстанның
неше болса бүкіл облысына барады бұл. Сосын жаңа Украинада барады, Россияға да жүреді. Финляндияға дейін, соларда Польшаға дейін жүреді деді бұлар кезінде. Тәжікстан, Әзербайжан ол жаққа екі бастан барады ғой. Қазақстан бұрын несі сол бұлар. Осыны қамтамасыз етіп отыр. Мы когда-то выбрали специализацию перевозки жирного газа как основную. Сейчас мы действительно самая динамично развивающаяся компания по перевозкам жирного газа. Это один из самых сложных видов перевозки. Мы как раз поэтому и сосредоточили там свои усилия. Он требует большого как технического знания, высокой технической дисциплины, так и технологических решений, за счет которых мы могли действительно преуспеть. Мы, в общем-то, этим занимаемся. Мы постоянно совершенствуем процессы, работаем над новыми подвижными составами, новыми типами вагонов для перевозки жирного газа, оптимизируем многие вещи. Можно сказать, что, наверное, мы являемся уже некоторым отраслевым лидером и отраслевым стандартом для работы с жирными газами. Көлік логистика саласын бұл күндері экономиканың басты қозғаушы күшіне айналдыруға мемлекет барын салып жатыр. Жақында ғана сала мамандарын марапаттаған мемлекет басшысы бұл мәселеге тағы да айрықша тоқталды. Мемлекет үшін көлік саласының стратегиялық маңызы айрықша. Бұл айқын нәрсе. Көлік жүйесі әрбір елдің дамуының көрінісі. Онсыз экономиканың алға басуы мүмкін емес. Сондықтан бұл салаға біз аса маңызды басымдық ретінде қараймыз. Көлік құралдары экономиканың қозғаушы күші. Өсіп өркендеу кепілі десек артық болмайды. Атырау алып кәсіпорындардан ғана тұрмайды. Мұнда әлеуметтік жауапкершілігін терең сезінетін халық, кәсіп өкілдері баршылық. Ең алдымен өңір халқының сеп болуымен құрылған Қазақстандағы кішкентай ел әлеуметтік ауылы. Мүгедектігі бар адамдарды емдеудің және жануарларға қамқор болудың жаңа тәсілдерін ұсынатын ерекше жоба әлемде 3 елде ғана бар. Соның бірі бізде, Атырауда бой көтерген. Бала денсаулығы мен инклюзивті білім беру мемлекет саясатының басым бағыты екенін ескерсек, біз әңгімелеп отырған бүгінгі жаңа Атырау оны шебер жүзеге асырып отыр. Сал ауруы, детский церебральный паралич, ДЦП, синдром Дауна, сосын жаңағыдай аутизм деген өкінішке орай, сондай дертпен балдар өте көп келіп жатыр. ЗПР дейді, біреуінің тілі жоқ, жыбырлақ балдар дейді, гиперактивный. Солардың барлығын қабылдап, барлығын емес енді, қолымыздан келгенше. Жылда біздің өзіміздің қағидамыз, алдымызға қойған мақсатымыз, біздерде жаңағыдай сан емес, сапаға біздер жұмыс жасаймыз деп, солай басынан бастап бағыт алған едік. Жылда шамамен 82-85 баладай біздерде со бағдарламаларымызға аламыз. Әлеуметтік орталықта жылқыдан бастап кішігірім құстарға дейін ерекше жағдайдағы балаларды оңалту үшін қолданылады. Ең бастысы, әр жануармен емдеуге арнайы ғылыми негіздеме жазылып, емдеу бағдарламасына ресми рұқсат алынған. Бүгінде әлем елдерінен Атыраудағы кішкентай ел ауылына емделушілер ағылып келіп жатыр. Біздің президентіміздің инклюзия туралы көп айтып жатады, қолдау туралы, мүгедек балдардың жаңадай құқығын жоғарыға шығарып, сондай балаларды тәрбиелеп отырған аналарға назарын аударып отырғаны жоқ емес бар, заңдар шығарып жатыр. Сол біздерге де бір көп көмегі бар деп мен ойлаймын. Себебі алпауыт жаңадай компаниялар, ірі компаниялар соған мойындарын бұрып бізге қарата социальный ответственный бизнес дейді ғой, кәсіпкерлік жауапкершілікті оларды да түсініп, жаңадай соны біздерге көмектесіп, бағдар алып біздерге қарай. Сол жаңадай заңдардың, жаңадай өзіміздің президентіміздің осы ортаға қойып мәселені соның арқасы деп те мен білемін. Это наша проблема, это экологические последствия, огромное количество детей, которые рождаются с определенными, мы их называем особенностями, это не отклонение. И мы стараемся этих людей вернуть в социум, мы стараемся этих людей сделать, они будут всегда особенные, но они могут жить и наслаждаться. Вот такого рода вещи, мне кажется, каждый бизнесмен должен нести столько вот на себе этих социальных ответственных. Ведь, понимаете, эта ответственность, она не перед налоговой,
ни перед руководством, это ответственность перед собственной совестью. И если получается, каждый бизнесмен, мне кажется, должен делать столько, сколько он вправе, сколько он может, без риска для предприятия, тянуть таких социальных проектов. Экология жағын айтатын болсақ, бұл ауаға шығындылар, топырақ пен судың ластануы деген сияқты мәселелер. Сондықтан бұлар біздің үнемі бақылауымызда. Таза Қазақстан акциясы үлкен халықтың арасында қолдау тапты. Негізгі президентіміздің бұл акция арқылы айтқан мақсаты бұл біздің қанымызда, бойымызда экологиялық мәдениетті қалыптастыру, санамызды жаңағы таза осы елімізді күтіп ұстау бағытында болғандықтан бұл жерде әр қазақстандық, әр атыраулық соны өзінің бойынан өткізіп, айналасын шашпай таза ұстау бағытында онда да бірқатар енді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік саладағы денсаулық, мәдениет және спорт саласына біз көңіл бөліп келеміз. Әсіресе шағын спорт алаңдары мен шағын спорттық кешендерді біз барлық жерде салып жатырық, әр елді мекенде салып жатырық. Себебі әр жерде бұл қолжетімді болуымыз керек. Атыраудағы балықшы шағын ауданында бұқаралық спортты дамытып, әлеуметтік бірлікті нығайту үшін бой көтерген баскетбол алаңы бар. Бүгінде қала жастары осы алаңға келіп белсенді түрде спортпен шұғылданып жүр. Бұл да өңірдегі бизнестің қоғам алдындағы жауапкершілікті терең сезінгенінің нақты көрінісі. Атыраудың нағыз байлығы адал кәсіп, маңдай терімен тіршілік етіп жүрген қарапайым еңбек адамдары. Қызметіне аса жауапкершілікпен қарайтын осындай кәсіби мамандардың арқасында өндіріс қарыштап дамып, ел экономикасы өрге жылжып келеді. Жаңа Атыраудың жарқын бейнесі де осы жұмысшы мамандар. Олар тек бір саланың мамандар емес, бүтін қоғамның бейнесін қалыптастырып отырған жандар. Еңбек адамдарына деген құрмет, ел болашағына деген сенімнің көрінісі. Біз осы өзіміздегі мүмкіндіктерді пайдалана отырып, біз басқа да экономиканың салаларын дамытуымыз керек, әртараптандыруымыз керек. Бұл машина өңдеу өнеркәсібін дамыту. Міне бұл жерде де Тексол сияқты үлкен ірі жобаларымыз бар. Болашақта Тексол компаниясын шығаратын вагондарының қазақстандық қамтуы 96%-ға жетеді. Әрине, компания тек қана өзінің өндірістік жоспарларымен ғана шектеліп жатқан жоқ. Сонымен бірге осы жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп отырып, осы өңірдің халқына әлеуметтік жағынан жауапкершілігімен белгілі. Я считаю, что у меня обостренное чувство справедливости, что точно совершенно эти люди достойны больше, заслуживают большего. И почему бы не сделать здесь так, чтобы сюда приезжали люди, так, чтобы здесь был не какое-то там место, где заработать деньги и уехать. Это вахтовый поселок. Нет, это город. Здесь своя культура, здесь свои традиции, своя история, свои люди. Их очень много, которые любят именно этот край. Вот я один из таких же, и я думаю, что мы, особенно если будет определенная воля высшего руководства страны, мы можем сильно изменить к лучшему жизнь нашего региона. Сарайшықтан басталған бұл сапар бізді Атыраудың бай тарихы мен бүгінгі болмысына жетеледі. Өндірісте, көлік саласында, ірі кәсіпорындарда тынымсыз еңбек етіп жүрген жандардың өмірі арқылы өңірдің нақты даму жолын көрдік. Бұл тек мұнайлы өлке емес, кәсібіне адал, еліне жанашыр адамдар мекені. Атырау олардың табанды еңбегі мен биік мақсатымен қалыптасып жатыр. Бұл еңбекпен өркендеген өлке. Бұл тарихтан тамыр тартқан, болашаққа сеніммен қарайтын жаңа Атырау.